Так, досмартқа кіреміз. Бір құпиямен бөліскім келеді. Бұл досмарт деген құпиялары көп екен. Мысалға, мен чек жібердім. Міне. Сосын айту кошелекке аудардым. Міне. Мысал ретінде көрсетіп кетейін. Сосын осы айту кошелектен мен единица қылып салып алғым келеді. Мына машинаны басамыз. Мына айту кошелекті басамыз. Сосын историяға кіреміз. Мына единица қылып аударып алдым да мен. Мына промокодты копировать етіп, мына перейти новогодний конкурске басып, осы жерде кодты активировать етіп алу керек. Міне, промокод уже активирован деп жатыр. Себебі мына жақта қалып кетеді екен. Неге десеңіздер, біз білмей қалады екенбіз. Айтуда осы нелер сақталып отырады да.